Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен отбасы банктің жаңа жоспарлары жайлы әңгіме қозғайтын боламыз. Ол үшін бізге бизнесті дамыту басқармасының бірінші санатты маманы Болат Ағырке көмектесетін болады. Қайырлы күн, Ағырке, қош келдіңіз. Қайырлы күн, Назгүл, қош көрдік. Ағырке, бізге сіздердің банктың жаңадан іске қосылатын бағдарламалары жайлы жалпы қандай жоспарларыңыз бар, сол туралы айтып өтсеңіз. Бізде қазіргі таңда айта кетерлік жаңалықтарымыздың бірі ол наурыз және наурыз жұмыскер, сонымен қатар әскери баспана бағдарламаларының бастау алуы болып тұр. Соның ішінде наурыз бен наурыз жұмыскер бағдарламасы 3 қарашадан бастап басталған болатын. Қазіргі таңда клиенттеріміз банкке келіп, өтінім беріп, толықтай ақпарат алып жатыр. Керемет. Осы 3 бағдарламаға жеке-жеке тоқталып өтсек, ең алғашқы наурыз бағдарламасынан бастасақ. Наурыз бағдарламасы бізде 3 қарашадан басталған болатын. Біздің клиенттеріміздің барлығы баспана маркет сайтынан наурыз бағдарламасына өтінім беріп жатыр. Наурыз бағдарламасы бойынша бізде максималды алатын суммаңыз ол 36 миллион болып табылады. Алматы, Астана және Шымкент қалалары бойынша қалған аймақтарға 30 миллионға дейін алуға болады. Ал пайыздық мөлшерлемесі 7 және 9% болып келеді. Наурыз бағдарламасына өтінімді қалай береміз? Наурыз бағдарламасына өтінімді баспана маркет сайтынан бересіздер, порталдан, және де өтінімді беру барысында сіздің салымыңызда 2 миллион теңге болу керек міндетті түрде. Егер де сіздің салымыңызда ондай қаражат болмаған жағдайда сізде өтінім берілмейді. Өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіресіз және де наурыз бағдарламасына қатысатын салымыңызды көрсете отырып, сіз өзіңіздің өтініміңізді беруіңізге болады. Ал наурыз жұмыскерші, оның наурыздан айырмашылығы неде? Наурыз жұмыскер бағдарламасының несие бойынша шарттары дәл сол наурыз бағдарламасына сәйкес келеді. Тек қана айырмашылығы ол қатыса алатын азаматтарда болып тұр. Демек, наурыз жұмыскер бағдарламасына бізде тек қана тау-кен өндірісі, көлік, қоймалау, сонымен қатар құрылыс жұмыстары, орман және балық шаруашылығы бойынша өндірісте істейтін азаматтар қатыса алатын болса, ал наурыз бағдарламасына Қазақстан Республикасының кез келген азаматы және қандастар қатыса береді. Сол баспана маркет сайтынан өтінім береді. Өтінім деп тұрған себебіміз бұл жерде конкурстық основада жүреді, демек балдық тұрғыда есептелінетін болады. Сонымен қатар Алматы, Астана және Шымкент қалаларында бірінші нарықтағы үйлерді ғана қарастыра аласыздар. Олардың тізімін баспана маркет сайтында таба аласыздар. Яғни біздің Қазақстрой компаниясының да тұрғын үй кешендері, пәтерлері сол баспана маркет сайтында жарияланады. Жаңа біз наурызға өтінім беру үшін баспана маркет сайты бар дедік. Ал наурыз жұмыскер үшін қайда барып өтінім береміз? Наурыз жұмыскер бағдарламасына қатысатын азаматтар бізде 3 қарашадан бастап қазір банк бөлімшелеріне келіп жатыр. Жұмыс орнынан анықтама алып келеді, табыс көзін растайтын. Ол анықтаманың образеці, былай айтқанда, сайтта бар, отбасы банкінің сайтына кіретін болсаңыздар. Және де отбасы банкінің сайтында қандай мамандықтар қатыса алады, соның барлығы көрсетілген. Наурыз және наурыз жұмыскердің бастапқы жарнасы қандай болмақ? Наурыз және наурыз жұмыскер бағдарламаларының бастапқы жарнасы 10 және 20%-дан басталады. 10% егерде сіз қаланың ішінен жаңағы таза әрленген пәтерлерді алатын болсаңыз баспана маркет сайтынан. Ал 20% болып келеді қара әрлеудегі немесе екінші нарықтағы үйлер немесе жер үйлерді алатын жағдайда. Негізі 10% бен алатын болсақ, ол тек бірінші нарықтағы үй болу керек па? Бірінші нарықтағы үй болу керек және де таза әрленген үйлер болу керек. Жалпы өтінімді қанша уақыт бойы қарастырады? Бізде өтінімді 3 және 5 жұмыс күннің ішінде қарастырады. Ал мысалы сіздердің банк салымшыларына қойылатын талаптар бар ма? Бар. Ол бірінші талап, ең маңызды, салымшының және өзінің отбасының мүшелерінде соңғы 5 жылда аттарында мүліктің болмауы жылжымайтын. Сонымен қатар табыс көзіне қараймыз, демек соңғы 6 айда ресми табысы болу керек. Осы 2 талап. Ең маңызды 2 талап. Ал жаңағы сіз айтып отырған наурыз бағдарламасы бал арқылы есептеледі. Сол балдық системамыз қалай жұмыс жасайды? Оны қалай есептейді? Жаңағыдай өтінім бергеннен кейін салымшылар оның балдарын есептейді. Демек, бұл жерде балға қараймыз, ол бірінші салымына. Демек, салымында сыйақы болады банктың беретін. Ол әр 1000 теңге сыйақыға бізде 1 бал қосылады. Сонымен қатар 35 жасқа дейінгі азаматтарға 5 бал қосылады. Егерде кәмелет жасқа толмаған балалары болатын болса, 4 баласы болса да бізде 10 бал қосылып отырады. Яғни әр балаға 10 балдан ба? Бұл жерде
сізде айта кеткендей 4 балаңыз болса да бір рет 10 бал аласыз, болды. Әр балаға бал қосылмайды 10 балдан. Және де некеде болсаңыз 5 бал қосылады. Ал осы балды көбейтетін бір лайфхактар бар ма екен? Қалай көбейте аламыз? Мысалы, көбісі сұрап жатады. Енді бұл жерде лайфхак болады ма білмедім, бірақ сіздер деген сыйақыға 1 балдан қосылады деп айттық қой жаңа, әр 1000 теңгеге. Өзіңіздің туысқандарыңызда біздің банктың салымы болатын болса, депозиті яғни, онда сол депозиттарды өзіңізге алсаңыз болады туысқаныңыздан, және әр сол депозитті көрсетіп, сіз өтінім берсеңіз болады. Демек, бұл жерде депозиттегі жатқан әр сыйақы сіздің конкурсты өтуге деген мүмкіндігіңізді арттырады. Мысалы, мен баспана маркетте наурыз бойынша өтінім қалдырдым, балдық система бойынша өтіп тұрмын. Енді банкке барып мақұлдама алайын деп жатсам, менің несие өтінімім қабылданбады. Бұл неге болуы мүмкін? Бұл жерде көп факторлар бар. Оның біріншісі, сіз банкке келген кезде міндетті түрде атыңызда үйдің бар жоқтығы жөнінде анықтама алып келесіз, өзіңізге және отбасы мүшелеріңізде. Және сол кезде отбасы мүшеңізде үй болуы мүмкін. Сол жағдайда сізден несиелік өтінім қабылдамайды. Сонымен қатар біз табыс көзіне қараймыз. Яғни сіз бүкіл балдық көрсеткіш бойынша өткен жағдайдың өзінде сіздің табыс көзіңіз болмаса, сіз несиеге өтінім бере алмайсыз, өкінішке орай. Ал егер мысалы біздегі декретте отырған ханымдар болса, бұл жағдайда не істейміз? Бұл жағдайда біз өтінімді қабылдаймыз, бірақ та сіз декретте болғанның өзінде жұмыс орныңыздан сол декретте отыр деген анықтама береді. Сол анықтаманы алып келесіз, және де 2 заемшылас деп айтады ғой, созаемщикқа дейін тартсаңыз болады. Сол кісілердің табыс көзін растап, несиені біз сіздерге мақұлдаймыз. Ол 2 кісі менің, мысалы, біреу жұбайым болса, біреу ата-анам болса бола береді, иә? Кез келген 2 адам. Бұл жерде 2 кісінің біреуі сіздің жақын туысқаныңыз болу керек, яғни ата-анаңыз, жұбайыңыз, немесе балаңыз да бола алады, егер де жұмыс істейтін болса. Түсінікті. Білуімше, несие мерзімі 19 жылға дейін беріледі, және жаңа өзіңіз айтып кеткендей, пайыздық мөлшерлеме 7 немесе 9%. Бұл мөлшерлеме өсуі мүмкін бе, яғни әлде төмендеуі мүмкін бе, болашақта өзгерістер болуы мүмкін бе? Жоқ, бұл жерде 7 және 9% ол өспейді. Бірақ та сіз егерде 19 жылға 9%-бен алған жағдайдың өзінде наурыз бойынша несиені, бізде 8 жылға қарастырылған 9%-ымыз, және 8 жылдан кейін барып сіз тұрғын үй займына өтесіз. Яғни сіздің 9%-ыңыздан несиеңіз 3-8%-ға төмендейді. Ал сол 8 жылдың шамасында 9%-ды, мысалы, сіз максималды сума 36 миллион алатын болсаңыз, 36 миллионға пайыздық мөлшерлеме жүретін болады да, ал сіздің қойған алғашқы жарнаңыз 7 миллион 200 мың теңгеңіз 20%. Ол сіздің салымыңызда жататын болады. Сіз сол 36 миллион теңгенің жартысын жинаған жағдайда ғана жаңағы тұрғын үй займына өтесіз, және пайыздық мөлшерлемеңіз төмендейді. Яғни, егер мен осы берілген 8 жылдан бұрын 50%-на толтырсам, мен бірден тұрғын үй займына көшемін. Дұрыс па? Бұл жерде тұрғын үй займының бізде 3 шарты бар ғой. Сіздің салымыңыздың ашылғаны 3 жыл болу керек, және бағалау көрсеткішіне қараймыз, оценочный показатель деп жатады. Сол сізде минималды түрде 16 балл болу керек, сонымен қатар 50%. Егер де сіздің 3 шартыңыз орындалса, онда сізді алдын ала тұрғын үй займынан тұрғын үй займына өткіземіз. Яғни, достар, тұрғын үй займы дегеніміз бұл төмендетілген пайыздық мөлшерлеме. Мысалға, мен жаңағы наурыз бағдарламасы бойынша өтіп тұрмын, 20% бастапқы жарнамды салып қойғанмын, несие мөлшерлемесі 9% болсын, және 36 миллион теңге, яғни максималды сомаға пәтер таңдап отырмын. Менің ай сайынғы төлемім қанша болмақ? Егер де сіз 9% мөлшерлемемен алатын болсаңыз, 20%-ын құйып алғашқы жарна ретінде 36 миллион теңгені, онда сіздің ай сайынғы төлеміңіз 363 мың теңгені құрайтын болады. Бірақ 363 мың теңге сізде 8 жыл бойы төлейтін боласыз, және максималды срок 19 жылға алған жағдайда қалған 11 жыл сіз 150-160 мың теңгенің көлемінде төлесеңіз болады. Яғни 2 есе төмен.
Жақсы екен. Яғни жаңағы айтып кеткеніміздей, біз 8 жыл бойы алдын ала займ бойынша төлейміз. Және сол 8 жылдан кейін 50% толықтырылғаннан кейін, депозитқа, дұрыс айтып отырмын ғой, сіздер тұрғын үй займына көшесіздер. Бірақ бұл жерде айта кететін жайт, ол тұрғын үй займының біз мерзіміне қараймыз. Егер де сіз тұрғын үй займын максималды срокқа алатын болсаңыз, жаңағыдай 11 жылға, онда әрине 160 мың теңге шығады сіздің төлеміңіз. Ал егер де сіз тұрғын үй займына өту барысында срокты қысқартатын болсаңыз мерзімін, онда сіздің ай сайынғы төлеміңіз де үлкейетін болады. 300 мың теңгенің шамасына, немесе сол 362 мың теңге, 363 мың теңгені қалдырсаңыз да болады. Ал осы отбасы банкінде бұрыннан бар бағдарлама әскери баспанашы, ол қашан қосылады? Әскери баспана бағдарламасы жуырда ашылатын болады. Ол бағдарлама басталғанын сіздер біздің желімізде және де сайттан, сонымен қатар Instagram парақшамыздан қарап отырсаңыздар болады. Шарттарын сол жерде жариялайтын боламыз. Ақерке, бүгін келіп, құнды ақпаратпен бөліскеніңізге көп рахмет айтамыз. Сізге де рахмет, Назгүл, шақырғаныңызға. Сонымен біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет, және әр салымшы баспаналы болсын.